Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстанның көрікті жерлері. Бүгінгі сабақта мәтін мазмұны бойынша кестені толтыруды, сұрақтарға жауап беруді үйренесің. Алдымен сөз жұмбақшылар сайысына қатысып, берілген буын бойынша сөздерді айтайық. Іске сәт. Тексерейік. Көшет, арам шөп, саяхат, балық, бақша, жағажай, табиғат. Балалар, сендер де осылай шештіңдер деп сенімдемін. Балалар, келесі ойынға қатысайық. Адасқан әріптер. Әріптердің арқасында Қазақстанның көрікті жерлерін атау керек. Атауларды бас әріппен жазайық. Атауларын суретке сәйкестендірейік. Іске сәт, ойланайық. Суреттерге мұқият қарайық. Бірінші сурет Алматы қаласы. Сендерде де осылай шықты деп сенімдемін. Келесі сөздерге көңіл бөлейік. Суреттерге мұқият қарайық. Бурабай. Сендерде де осылай шықты деп сенімдемін. Екі суретке сөздерді келтіріп дұрыс құрастырдық. Енді қалғандарына көңіл бөлейік. Дұрыс таптыңдар деп сенімдемін. Түркістан қаласы. Үш атауды дұрыс жаздыңдар деп сенемін. Соңғы атауды дұрыс таптыңдар деп сенімдемін. Баянауыл Қазақстанның көрікті жерлердің біреуі. Сонымен балалар, осы 4 көрікті жерлерге көңіл бөлейік. Әр атауын бас әріппен жаздыңдар деп сенімдемін. Балалар, келесі бейнероликке көңіл бөлейік. Қазақстанның ең көрікті жерлеріне саяхат. Бейнероликте тағы да қандай көрікті жерлер көрсетілген? Мұқият қарап, тыңдаңдар. Бейнеролик арқылы тамаша әсер алдыңдар деп ойдамын. Қазақстанның тағы да көрікті жерлерін қарап, көріп, тамашаладық. Оның ішінде Шарын шатқалы, Көлсай көлі, Ақтау жерлері, Түркістан, Бурабай, Алакөл жерлері. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Темір, шыны, аспалы жол, жол ақысы. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптеріне жазып алайық. Жаңа сөздер мен сөз тіркестерін сөйлем құрап жазайық. Іске сәт. Сөз тіркестері мен сөйлемдер. Темір есік, шыны терезе, аспалы жолмен көтерілу, жол ақыны төлеу. Сөйлемдер. Алматыда аспалы жол бар. Автобустың жол ақысын төлеу керек. Оқушылар, сендерде де сөз тіркестер мен сөйлемдер дұрыс шықты деп ойдамын. Оқушылар, Қазақстанның көрікті жерімен танысайық. Көктөбеге барайық. Балалар, мәтінді тыңдайық. Сұрақтарға жауап берейік. Көктөбе өте көрікті демалыс орны. Көктөбеде биік телемұнара, әсем ғимараттар бар. Көктөбеге аспалы жолмен көтеріледі. Биіктен қала мен тауларды тамашалауға
болады. Оқушылар, сұрақтарға жауап берейік. Көктөбе қандай демалыс орны? Көктөбе көрікті демалыс орны. Көктөбеде нелер бар? Көктөбеде биік телемұнара бар. Көктөбеге немен барады? Көктөбеге аспалы жолмен барады. Биіктен нені тамашалауға болады? Биіктен қала мен тауларды тамашалауға болады. Оқушылар, сендер де осылай жауап бердіңдер деген сенімдемін. Оқушылар, тыңдаған мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап жазайық. Іске сәт. Тексерейік. Көктөбе қандай? Көктөбе көрікті, биік, әсем. Көктөбеге қалай баруға болады? Көктөбеге машинемен, аспалы жолмен, автобуспен баруға болады. Оқушылар, сендерде де осылай шықты деген ойдамын. Оқушылар, келесі тапсырма. Диалогты сыныптасымен оқы. Айман, саған қандай демалыс орны ұнайды? Маған Алматы қаласындағы Көктөбе демалыс орны ұнайды. Онда не бар? Көктөбеде биік телемұнара, әсем ғимараттар бар. Көктөбеге немен бардың? Көктөбеге аспалы жолмен көтерілдім. Жолақысы 2000 теңге. Биіктен нені көрдің? Биіктен қала мен тауларды көрдім. Рахмет. Оқушылар, суреттерді қолданып, диалогты мазмұндайық. Іске сәт. Оқушылар, жұпта келесі жазылым тапсырмасын орындайық. Қазақ тіліне тән дыбыстарды қойып, толықтырып жазайық. Іске сәт. Оқушылар, тексерейік. Көктөбеде биік телемұнара, әсем ғимараттар бар. Көктөбеге аспалы жолмен көтерілдік. Оқушылар, сендерде де осылай шықты деген үміттемін. Оқушылар, сабақ бойы алған білімдерімізді ойын ретінде көрсете білейік. Іске сәт. Оқушылар, үй тапсырмасы. Суретке қарап, сөйлемдер құрап жазасыңдар. Енді бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын.